91 жылы егемендігімізді алдық. Қазақ елі болып, Қазақстан болып. Соны бірінші рет, алғашқы рет естігенімді айтайын, кімнен естігенімді. Талғат ағамыз бар да, қазақ тілінен беретін мектепте. Сұлтанғазы Талғат деп жазылып тұрады қазір кейбір парақшаларында. Сол тыңдап отырсаңыз, мен сізді қатты сыйлаймын. Мінекей. Сол кезде мен сол кездері 91 жылы 5-ші сыныпта оқимын. Сол кезде қазақ тілі біткеннен кейін қасымда кім бар екенін білмеймін. Сол коридорда бізге айтады: сендер білесіңдер ме дейді. Біз дейді егемендік алдық дейді. Мынау Нұрсұлтан Назарбаевымыз алғашқы президентіміз болды дейді. Құтты болсын деп сол кезде бізге айтып жатыр да. Біз сол кезде орысша оқимыз. Ол сөз маған мына жеріме жатыр ғой. Сол кезде сол не үшін десеңіз, ол сол қуанып айтып жатыр да соны. Сол кезде түсінбегенбіз ғой. Сол уақыт өте осы мына бейне жазбаны жазайын ба жазбайын ба деп ойлап жүрдім да. Сол жазайыншы деп, өйткені ол тарих қой. Сондай адамдар қалай деймін да, егемендік алғанымызға қуанғанына. Көбісі сол кезде егемендігіміз алғанға көбісі қорықты ғой деймін. Өйткені Совет үкіметіне үйреніп қалған тұрып сол кездері. Айтарым, өмір ғұмырыңыз ұзақ болсын Талғат аға. Өйткені шынымен де сенім арттыңыз сол Назарбаевқа, бірақ ол көбісінің сенімін ақтамады. Оны бәріміз көріп отырмыз. Алғашқыда біздің Қазақстанымыз алға басады деп ойлаймын. Егемендігіміз шынайы егемендік болады деп ойлаймын. Өйткені қазіргі өсіп келе жатқан жастарымыз өте білімді, сауатты. Сол үшін де өзіміз бала шағамызды бәріміз сауатты қылып өсірейік. Сіздің сол қуанғаныңызды, егемендік алғанын сол кезде мен есіме түсірсем, шынайы мінекей қалай біздің сол кезде батыр деп те айтуға болады ғой. Сондай оймен жүрген адамдарды бар ғой, егемендікті ойлап жүрген. Сіз сөзге шешенсіз, ешқашанда ешкімнің артынан жүрмей, қалай айтуға болады, директорлар бізде ауысып отырды ғой ауылда. Сол кезде сіз қорықпай айтасыз, айтқансыздар да неше түрлі сөздерді, ұнамайтын жерлерінің бәрін. Міне сондай азаматтар көп болса, біздің Қазақстан жақсылыққа өзгереді деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Қалай егемендік келген кезде қандай ойда болдыңыз, соны айтыңызшы.